Экспо 2017 туризмді дамытудағы локомотив тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Туризм және сервис кафедрасының ұйымдастыруымен өткен шараға Бәйтерек Travel Center жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тараз турист ақпараттық орталығының өкілдері қатысты. Жиынды кафедра меңгерушісі Алтынай Молдашева ашып берді. Экономика және бизнес факультетінің деканы профессор Сара Исаковаға сөз берілді. Өз сөзінде факультет деканы Астана қаласында өтетін халықаралық көрмеге баратын оқытушылар мен студенттерге берілетін жеңілдіктер турасында сөз қозғады. Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Самат Үрпеков туризмді дамыту туралы өз пікірін білдірді. Бәйтерек Travel Center жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Балагүл Мақатова да Астана Экспо 2017 туристік көрмесіне бару бойынша туристік пакетті ұйымдастыру мәселесін кеңінен түсіндірді. Сонымен бірге Тараз турист ақпараттық орталығының бөлім меңгерушісі Ақбота Хамитқызы Экспо 2017 халықаралық көрмеге келуші шетелдік туристерге арналған Жамбыл облысының туристік объектілеріне экскурсияларды ұйымдастыру жайына ерекше тоқталды. Шара соңында түрлі сауалдар қойылып, сұрақтарға тиісті жауаптар алынды. Еризат Қонысбай, Мұрагер Тәкебаев, Тармуллаев.